Қазақ тілі пәні тақырыбы қысқа и әріптерінің жазылуы. Бейнероликті қара. Алдында дыбыстары естілгенмен, олардың жазылмайтындығы. Ибалы, ине сөздерін бірігіп айтып көрейік. Ибалы. Құлағымызға и дыбысының алдынан дыбысы естіледі. Ал енді ине сөзін айтайық. Құлағымызға и дыбысының алдынан дыбысы естіледі. И дыбысының алдында естілгенімен, олар жазылмайды. И қосылып бірге естілгенімен и жазылады. Ибалы, балқиды, қима, иса, и қосылып бірге естілгенімен и жазылады. Желпиді, биік, киік, иін. И дыбысының алдынан естілгенімен жазылмайды. Айтылуы. Қиын. Жазылуы қиын. Жиналыс. Жиналыс. Оқиды. Оқиды. Иық. Иық. Иман. Иман. Жиырма. Жиырма. И дыбысының алдынан естілгенмен жазылмайды. Айтылуы ниет. Жазылуы ниет. Кемиді. Кемиді. Іриді. Іриді. Жібиді. Жібиді. Жұмбақ өлеңді мәнерлеп оқы. Ол үшін бейне жазбаны тоқтат. Жұмбақтың жауабын тауып, дәптерге жаз. Дәптермен жұмыс. 39-шы жаттығу 23-ші бет. Жаңылтпашты көшіріп жаз. И қысқа и әріптерінің астын сыз. 40-шы жаттығу 23-ші бет. Айжанның әшекей бұйымдары салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Соны табуға көмектес.